Мен Бахишева Аягөз, Ақтау қаласынанмын. Жасым 25-те. Осы Қытаймен бизнес оқуында 4-ші топта оқыдым. Керек затымды, қалаған затымды Қытайдан, заводтарынан тиімді бағада алуға мүмкіндіктер ашқанына көп рахмет. Көзімізді көп затқа ашқанына рахмет. Және де басқа да сатушыларға мен оптым бағада заттарын алып бере алуға менде мүмкіндік болғанына да қуанамын. 300 штук USB шнурды мен осы Қытайдан Ақтауға келу бағасымен 155 теңге шығып тұрды. Мен бұл жаққа келіп, оптым 300 теңгеден саттым. Басқа сатушыларға сол 300 теңгенің өзінде менде 45 мың теңге пайда қалды. Бірақтан да одан да көбірек бағаға сатуға болатын еді. Жалпы розница 1000-2000 нарықтағы бағалары. Мен оны 500-ден 600-ден десем де болады. Ремексовский жақсы шнурларды. Мен оны енді бірінші сату өнерім болмағаннан кейін 300 теңгеден саттым енді. Оған да шүкір енді 45 мың теңге. Ал енді келе жатқан товарым бар. Жаңағы шкаф, тканевый шкаф деген. Ол Қытайда бағасы 2900. Және де бұл жаққа Ақтауға дейін келу бағасы 5900-ге түсіп тұр. Оны мен үстінен қосып, осы Ақтаудың бағаларымен салыстыра келіп 19 мыңға қоймақшымын. Енді үстінен 13 мың теңге қалады бір шкафтан. Мен 15 штук заказ бердім. Вот 15 штуктан где-то 180 мыңдай пайда. Енді мен оны уже алатын клиенттерім дайын. Жалпы оны алдын ала OLX-ке қойып дайындап қойған клиенттерім бар. Енді қазіргі уақытта тауып тұрған пайдам 180 мың плюс 45 мың. 225 мың болып тұр. Менде саудада оптым бар болғанымен, менде уақыт жоқ, басқа да жұмысым бар ғой. Сол үшін де мен екі жақта жүре алмаймын да. Менде оптым таратып тастайтын жер болса жақсы. Ақтауда менің мебельный цехы бар, құрбым бар. Солар маған 200 мыңға фурнитура, мебельдің жаңағы бұрыш-бұрыштарына темірлер болады. Сол заттары осы Ақтауда оптым бағасы 150-200. Қытайдың заводынан 25-30-40 теңгеден тауып тұрмын. Ол товарды енді мына жақта құрбыма бірге бір қосып берсем, ол 80 теңгеден почти түседі. 75-80, бірге бір қосқан. Ол бір товар болмайды, сонда 200 мыңға заказ берсем, мен тағы да үстінен бірге бір қойғанның өзінде тағы да 200 мың көремді. Менде сол қазір құрбым өзі 1000 штук тапқанда тек заказ беріп жатыр. На самом деле басқа цехтарды аралап, если предлагать ететін болсаң, ол жерде уже миллиондап табуға болады. Ол жерде, например, енді кішкентай заттан пайда қалып тұрды. Еще мен құрбыма бірде бір қосып берсем, басқа цехтерге оны көбірек қосып бере аламын. Курстың ақшасын шығардым, сол бірінші немнен ақ шығардым ғой, бірінші заказымдан. Себебі бірінші заказымды мен сразу оқу басталғаннан тапсырыс бердім де, ол 15 күнде, жоқ 17 күнде келді. Ақтауға дейін 20-21 сондай күнде келді. Қытаймен бизнестің ақшасын шығардым. Осы Қытаймен бизнестің нелерін санасам, пайдаларын 425 мыңдай пайда болып тұр менде. Жаймен үйреніп келе жатқанның өзінде осындай бағаға менде разымын. Мен өзімен ноутбук заказ бергім келген, потому что менікі сәл ескілеуді, енді батарейкасы отырған, бағаларын көрсем, там 30 мың, 40 мың, 50 мың, 60 мың, жақсылар Корей 5-тары 60 мың, 65 мың деп тұр. Тонкий сондайлар. Жаңағы енді мен таныстарымда заказ берем деп отыр. Если мен бірінші алып келіп оларға көрсетуім керекті, сол кезде ғана олар көзбен көрмей жатып бұлай не қылмайды. Бірінші көріп алайын дегенде ғой енді. Потому что мен жақта қалай ол 150 мың, 200 мыңнан тұр ғой. Корей 3-дің өзі 150 мыңнан тұрды. Соған сенбейді, мысалы, соған бірінші сен алып көр дегенде ғой. Кейін уже біз заказ берерміз. Мен шыны керек Қытаймен бизнес деген кезде Қытайды бір простой товар сияқты бір көретін едім. Енді қазір көп затқа менің мүмкіндігім бар. Өзімнің үйіме де мысалы киінетін болса, мен уже мына жерден 30-40 мыңға куртка алғанша, мен ана жақта 5-6 мыңға, 4 мыңға куртка алған дұрыс та. И то дәл сондай курткалар мен жақта 10 есе қылып қойып сатып жатыр да. И мен оны көріп тұрып, мен қалай мына жақтан зат аламын.
үйде киінетін болсақ та, басқа туысқандарыма киім алатын болсақ та, енді маған сол жағынан тиімді бір жағынан. Балаларыма да үйретсем де болады бұл жайлы. Балаларыма ертең тастап кетсем де болады осы жайлы, мысалы. Қытаймен бизнесті оқығалы менің әлі қолым бос емес та. Менің бала шағам бар, үйде 3 балам, және де басқа да жұмысым бар. Бұған уақыт бөлуге де менің уақытым болмайды да. Сол үшін мен қазіргі бұл уақыт бөлмегеннің өзіне 425 мың тауып отырмын. Кәдімгі қолым бос адам, или бір болашақта немесе бір қолым бос болып жатып, или бір бұдан да жетістікке жетуге сенімдімін. 1 миллион, 2 миллион, одан да көп жетістіктерге тендерді ойнап, жаңағы тендердан да неше пайда қалатын көріп жатырмыз. Тендерге де кіріп қоямын десін. Елдос бір Қазақстанның адамы болғаннан кейін мен уже нақты шешім қабылдадым да, Қытаймен бизнес оқуына сенбейтін адамдарға айтарым. Көріңіздер, бірінші себебі мына жақтан Алматыдан, басқа жақтан заказ бергенше, Қытайдың прямой заводынан заказ беріп, алдыртқандарыңыз өздеріңізге тиімді, және де жаңағы арзан қолды Харгостан по-любому алдыртып жатқандар бар ғой. Ол жерден алдыртқанша заводынан прямой качественный заттарды алдыртуға болады. Жаңағы Турция дейміз, бірақ Турцияның киімдерінен де жақсы киімдер киіп жатыр да. Өзім кәдімгі ішінде көріп жатқан киімдерім Турцияның киімдер сияқты да, мысалы, кейбір заводтардікі. Қытайдың заттары бәрі ондай не емес. Көріңіздер бірінші, содан кейін пайдасын көргеннен кейін өздеріңізде бар қарай мойынсұнатын боласыздар.